Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыста жақсылап жейтін осындай свежий көкөністердің дәмі шығып тұратын, жазда аңсайтын кезде жейтін керемет салат түрін бөліскім келіп тұр. Қатарлап хрустящий болып тұрады. Енді сіздермен бірінші ең керекті қажетті заттармен бөлісіп қояйын. Менде орташа капуста 40 қабат, яғни 4 сәбіз, 3 қызылша және 2 бас дана чеснок, яғни сарымсақ, тұз, шекер және ащы бұрыш. Енді осы 40 қабат сәбіз, қызылша үшеуін турап шығамыз. 40 қабатта ірі 4 бұрыш етіп турап алдым. Сәбізді теркадан өткіземін, кәдімгі салатқа қосатындай етіп. Ал қызылшаны дөңгелек етіп, жұға етіп, домалақ қып турап шығамын. Енді стерилденген банкамызды алып, барлығын шетінен жаймен салып шығатын боламыз. Менде банка монтоваркаға буладым. Бірден 3-4 қойып булай аласыз, монтоваркаға қойсаңыз. Енді сарымсақтан бастап, сарымсақ, домалақ қара бұрыш, тәтті, яғни капуста, сәбіз осылай кезек етіп салып шығамыз. Ащы бұрыш саламыз, сосын қызылша, барлығын кезектестіріп, алмастырып салып шығамыз. Осыларды салып шыққаннан кейін үстінен бір ас қасық тұз, бір ас қасық шекер қостым. Және бір үлкен ас қасық оливковый масло қостым. Қыздар, сіздер кәдімгі күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Және 70% уксустан 3-4 тамшы қостым. Және қыздар, ең соңында бір таблетка аспирин қостым. На всякий случай дейді ғой. Осылай барлығын алмастырып салып шықтым. Және үстінен қайнап бұрқылдап тұрған қайнаған суды құйдым. Қақпағын жауып, мен қыздар енді қайнап тұрған суға 20 минутқа қайнатып аламын. Қайнаған суға қойып алсаңыздар банканы, бұл жерде банкының атылу қауіптілігі азаяды. Міне осылай бұрқылдатып 20 минутта қайнатып алатын боламын. Міне қыздар, банканы закрывашкамен жауып алдым. Енді қараңыздар, қызылшаның түсі қандай әдемі түс беріп тұр, банкаға біріншіден. Екіншіден, дәмі өте керемет болады. Бірнеше жылдан бері өзім жасап келемін, балдарым да үйреніп қалды. Енді банкілерімді шетінен жабылған банкілерімнің қасына 2 күнге жауып қоятын боламын, жылытып, үстін қалыңдап жабамын. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Қазақша контенттің көркеюіне атсалысайық. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Сіздердің астарыңыз дәмді болсын.